Қазіргі кезде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану адам қоғамының барлық саласына еркін кіріп кең қолданыс табуда. Заман талабына сай жеке тұлғаны дамыту үшін жаңа көзқарас, жаңа үлгі, жаңа тәсіл қажет. Сондықтан педагогикалық технология әдістерін сабақтарыма тиімді қолданамын. Оқушылардың пәнге деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын арттыру мақсатында дамыта оқыту, ойын, топтық әдіс-тәсілдерді ұтымды және тиімді қолдана отырып, оқушылардың тіл байлықтарын жетілдіруге, сөздік қорын байытуға баса назар аударамын. Сабағыма қатысқан әріптестердің ұсыныстарын жақсы қабылдаймын, себебі тұшымды пікірлер әрдайым сабақтың тиімділігін арттырады деп ойлаймын. Айтылған пікірлерді келесі сабақтарда сабақ жоспарына қосуға тырысамын. Сабақта оқушылардан күтілетін нәтижеге қол жеткізудің негізгі маңыздылығы сабақ оқу мақсатына жетеді. Оқушы тақырыпты меңгере алады. Күтілетін нәтижеге қол жеткізу арқылы оқушылар өз білімін тиянақтап, жинақтап, сол оқу мақсатына сәйкес білім ала алады. Егерде күтілетін нәтижеде алған білімді өмірмен байланыстыратын құндылықтар болатын болса, барлығын меңгере алды, түсінді, қолданды деген мағынаны білдіреді. Жаңартылған білім беру мазмұнында кері байланыс жасау өте маңызды. Оқушы мұғалімге, мұғалім оқушыға кері байланыс жасай алады. Оқушы үшін кері байланыс жасаудың маңыздылығы ол осы бүгінгі өтілген сабақта өз білімін саралап, келесі сабаққа деген ұсынысын айта алады және де өз-өзін бағалап, алған білімін түйіндей алады. Сабақ барысында оқушылардың топтық жұмысы кезінде оқушылардың барлығын сабаққа белсене қатыстыруға болады және олардың сөз саптау еркіндігі, шығармашылық қабілеті артады. Олар бір-біріне көмектесу арқылы достық, жолдастық сезім пайда болады. Оқушылардың барлығы өз бетінше жұмыс жасай отырып, сабақтың соңында оқушылардың барлығын бағалауға мүмкіндік туады. Ал жұптық жұмыс жасау кезінде оқушылар бір-бірін тыңдай отырып, бір-бірінің қателіктерін дұрыстайды, бір-бірінің ойларын толықтырады. 21 ғасырдың оқушылары жаңа нәрсеге қызығушылығы жоғары болады. Сондықтан әрбір ұстаз өзінің сабағында жаңа нәрселерді, жаңа форматтағы әдіс-тәсілдерді, жаңа технологияларды көбірек қолдану керек. Үнемі өзгерісте өзінің сабағында жаңаша нәрсені көрсетуге тырысу керек. Сонда оқушылар пәнге деген қызығушылықтары жоғары болады. Мен өз сабағымнан кейін міндетті түрде өзіндік рефлексия жасап тұрамын. Рефлексия жасау бұл мұғалім үшін де, оқушы үшін де өте тиімді. Себебі мен әр сабақтан кейінгі жасалатын рефлексия арқылы өз-өзіме есеп беремін. Яғни бүгінгі сабағым өз мақсатына жетті ме, оқушыларға тақырыпты толықтай түсіндіре алдым ба, қандай жерден кемшіліктері кеткендігін біле аламын. Рефлексия бұл мұғалімдер үшін өз-өзіне есеп беруге және білім сапасын арттыруға өте тиімді. Ал оқушы үшін рефлексия өзін-өзі бағалауына және оқуға деген қызығушылықтарын арттыру үшін маңызды болып келеді.